Біздің келесі сапарымыз Ақтөбе қаласына кетіп бара жатырмыз. Ақтөбе қаласында келесі принтердің қоятын боламыз. Және де сізге осы станоктар қызық болатын болса, станокпен кәсіп бастағыңыз келіп жүрсе, немесе өзіңіздің кәсібіңізге қосымша станоктар керек болса, ЧПУ станоктарды орнатып беруге әрқашан дайынбыз. Осының бәрі қызық болса, біздің осы видеоны толық аяғына дейін көріп, бізге лайк басып, комментарий жазып, және астына өзіңіз сұрағыңыз қойсаңыз болады. Ақтөбе қаласына келіп қондық. Бұйырса қазір Талғар ініммен танысатын боламыз. Талғар бізден онлайн не алған болатын. Принтер алды осыдан бір апта бұрын. Өткен WhatsApp-пен жазысып, WhatsApp-пен төлеп, осылай қазір енді көзбе-көз көріп, амандасып, танысып, жақынырақ принтерін қосып береміз. Бір апта бұрын принтер келді. Енді сіздер де бізде 50% шәкірттеріміз осылай онлайн заказ береді станоктарды. Сіз де осылай заказ беріңіз. Сеңіз болады. Және де сіз қай қаладансыз? Комментарий астына қалдырып жазып кетіңіз. Келесі жолы сіздің ауылыңызға келіп қалармыз өстіп. Достар, бүгін Ақтөбе қаласына келіп Талғар інімен танысып отырмын. Талғар, құтты болсын, принтерің бір апта бұрын салып жүрген болатынбыз. Талғар станогың келіп жатыр. Қазір барып салып жүреміз. 3-4 күнде барады. Бұйырса біз артынан шығып барып қойды орнатып. Бұл принтермен бірге бізде ламинатор бірге келеді. Бұдан қосымша аракалы бар, баннері бар, барлығын бірге бір аптаның ішінде ақша төлеп тапсырыс берді. Қанша 5 күнде келді ғой. Мен 5 күнде келді осы станоктан. Мен басын құрастырып қойып деген аяғын қазір жинап қосып бәрін жүргізіп беретін боламыз. Енді Талғар, бірінші сұрақ, қашан бастадыңдар осы кәсіпті? Қаншамен? Қашан бастадыңдар? Баяғыр. Өткен айда ғана. Өткен жылы осы. Сонда бір 7-8 ай ғана болды ғой. 7-8 ай ғана болған. Қазір осындай кәсіпкер сразу жүргізіп кеткен жігіттер өздері самостоятельно үйрендік дейді. Досың қасында жүрдім дедім. Қанша уақытта үйрендім? Осы әріптер жасады. Мына бір айда үйрендік қой. Бір айда үйреніп алды. Істеймін деген адам бір айда үйренеді. Осының бәрін жасап жүріп, Алишке ешқандай кредитсіз бірінші станоктарын алды. Ламинаторын бірге келесіде ары қарай уже режущий плотеры бар, фрезерный станоктары бар, қосып ала беретін болады. Сәттілік, жұмыстарын берекесі берсін, жүре берсін. Енді біздің ортамызға қосылдың, ең бірінші. Ортамызда бірге дамитын боласың, көріп атсың, мықты кәсіпкерлер бар, кез келген сұрағыңа жауап аласың. 2 миллионмен станок алып кәсіп бастасаңыз болады. Ол дегеніміз широкоформатный принтер. Егер осыны ойлап жүрсеңіздер, бұл широкоформатный бірге не жүреді? Ламинатор 1/6-лық. Толық бір комплект краска және 1,27-лік аракал 140 грамм. Және де біздің жолымыз төленіп, сіздің ауылыңызға, қалаңызға апарып жеткізіп, қосып үйретіп беретін боламыз, және біздің ортамызға қосамыз. Ана көп меған келетіндер бар, сол 30-дан асыққандар келеді ғой. Нені көрген, такси көрген, охранник болған, такси көрген, КамАЗ айдаған, газель айдаған, бәрін көріп айланып келеді да. Біреуге жалданып жұмыс істеп көрген, банкте істеген, мектепте істеген, айланып келіп, осында келіп, осы кәсіп бастап кетеді. Жақсы көрсеңіздер, Талғар айтып отыр ғой, жақсы көріп істесең, әрине ақша келеді деп көрсетеді. Сол кез келген кәсіпті, любой өзіңіз қалаған кәсібіңізді бастаңыз, конкуренция жоқ, кәсіп деген әкеледі ғой. Алюминий четі, үшінші жерден бастайды деген сөз. 1,27 ма мысалға? Мына 2 сантиметр қалтырдым четінен. Ол келді мына, ентір. Окейді бастасың, бұл сол жерден бастайды деген сөз. Түсіндің ғой? Кез келген материалды жаңадан заправить еткенде обязательно өсіп қоясың. Бұл 1,27 кезде 1,25 болса, мына 1 сантиметр ғана қалтырасың ғой четінен. Ровно басу үшін көтересің. Обязательно 1 сантиметр қалу керек. Сонан кейін менің бастайтын жерім міне. Мына ағылып не тұр ғой? Бұл көкәс көрінбейді кіршік шалып. Негізінде мына жерден бастайды. Печаттың бастайтын жері осы жер. Сонда мынадан өстіп 5 сантиметр бері асыр жүрмесең, мынаған тиіп қап, ілініп қап, көтеріліп қап, мазаңды алады. Сол үшін осылай 10 сантиметр бері түсір жүр.
кез келген материалды бастағы кезде прям мүмкін. Ал ана бір файл бітіп екіншісін жіберсең ол автоматически 3 сантиметр арасында қалдырады екі файлдың ортасына. Баннерде енді люберс қағатын болсаң өзің кішкене алдыға төмен артқа жоғары төмен ғой бұл екеуімен қозғап кішкене түсіріп жібересің. Печать басып болды мысалы межден басып болды бері қарай өткізіп жібересің 5 сантиметр и 5 сантиметр 10 сантиметр өткізіп жібересің да осы ортадан кесіп кейін қайырғанға запас қалдыру үшін болды ғой түсінікті. Осы 1/80-дегі проблема осы баннерді қалай кесеміз деген проблема көбінің жаңадан алған станок алғандар жүзу жағына жаққа. Мынау не үшін орап жатырмын? Мынаны түзу болу үшін. Маркерін керек. Қазір мынаны сызамын да міне. Бет қойып шығамын. Қарың жігіттер енді мынаны айландырып отырасыңдар да. Ровно осы ізден түсінмейсіңдер ғой, мынаны шығармайсыңдар ғой. А то мынау жалбыр болады да, ертең өздеріңе проблема болады. Сол үшін мынаны. Мынандай қылғы бір ертең мынандайдың өзі бүйтіп көтеріліп тұратын болса, анау головка кисе, полоска береді. Ертең талай звондайсыңдар маған сол кезде түсіндіремін. Бастан өткенде көресіңдер да. Shift басып мынаны бір алдым. Мынау шығып, үшіншісі. Көресің. Достар, мына принтер алатын болсаңыздар, бізге қазір Ақтөбеге келгенбіз. Проблема мына қазір көршілерде үлкен станок тұрған екен. Соны қосқан сайын напряжениеде скачок болып жатыр, секіріп жатыр да. Сондықтан да UPS алды міне жігіттер. 60 мың деген UPS обязательно. Стабилизатор ғой. Стабилизатор аласыздар. Стабилизатор қоймасаңыздар болмайды. Өйткені мына ертең күйіп кетуі мүмкін, платасы күйдіріп жіберуі мүмкін. Енді продағарды күйсе ештеңе емес, плата күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін стабилизатор. Көрдіңіздер, перепад болғаннан кейін печать жарым белінен тоқтап қалды. Осындай тоқтады, енді бұл жалғау керек, бірақ стік көрініп қалады. Сол үшін жалғамау осындай тоқтаған кезде түк істей алмайсыздар, тек қана қайтадан жаңадан басасыздар. Сол үшін стабилизатор қойып отырсыңыздар. Келдік Ақтөбеде, жұмысымыз бітірдік, принтер істеп жатыр, жігіттер бәрі түсінді. Ары қарай бүгін кешкі сағат 9-ға дейін осында боламыз. Бәрін көрсеттік. Енді бұл жігіттердің қасында, рекламашы жігіттердің қасында бізде лазерный цех бар екен. Жүріңіздер, соны көрсетейін сіздерге. Екінші этаждамыз біз. Ақтөбеде Жансеріктің цехына келіп қалды. Жігіттер, қараңыздар, не шығарып жатқан. Бүкіл той бастар осындай балалардың магазин неден? Балалар дүкені. Детский магазинге. Лазерді қараңыздар, 2 метрге 3 метрлік лазер. Лампысы 100 ваттық екен. Қолдан жасалған осындай лазер. Керемет, осы жерде осындай 3-ші этаж ба? 2-ші этаж. 2-ші этаж. 3 этажды офисный помещениенің ішіне кіріп алған, осындай жасап отыр. Қараңыздар, покрасочный камерасы бар. Осындай ящиктер, мынау той нелерге ғой, не? Не? Көрдіңіздер ма? Результат кесіп болғаннан кейінгі. Мынаның ручкасы қандай болады? Ол да осы ручка, осы ручка. Жас. Не? Распил жасап, кесіп, фанерамен істеуге болатынын дәлелдеп отыр Жансерік. Жарайсың, сәттілік, ісің берекесі бар, берекелі болсын. Тек алға, тек қана Ақтөбе қаласында істейін деп отыр да, мен айтам, бүкіл Қазақстанға жасауға болады ғой осын. Кеңейтіп, көбейтуге болады. Жансерік, мына станок қанша қалды? 3 миллион. 3 миллион қалды, қанша болды алғаны? Сентябрьда. Өткен жыл сентябрьда алсаң, 8-9 ай болып қалды ғой. 8-9 ай болып қалды. Уже айына 500 мың теңге тауып жатырмын дейді. Есептей беріңіздер. Достар, өздеріңіз жақсы есептейсіздер ғой жағын. Ақтап алған, ары қарай жұмысын жүргізіп жатыр. Қосымша өзін тағы да принтер жасайды екен. Сол ең кеңейту керек, жеке принт жүргізу керек. Видеоға түсуге ұялып отыр. Ол ұялады, іштеген жоқ. Қазір сондай түрлі көрсету керек. Адамға сенім тудырады. Сол кезде крупный жақсы заказдардың бәрін алуға болады да. Сол үшін жеке бренд дамып жүргіз. Керек болса көмектесеміз. Давай, сәттілік. Жүре берсін. Ақтөбедегі жұмысымыз бітірдік. Енді қайтып бара жатырмыз. Таңертең сағат 9-да келгенбіз.
уже кеш бат, кеш сағат 7 болды. Қазір 2 сағаттан кейін қайтамыз. Сол осы бір 10 сағаттың ішінде толық Талғарға үйреттік. Енді Талғар өзің ойынша Талғар тағы бір айтып кететініміз бар. Талғар онлайн берді да, біз көрмегенбіз біріміз. Осында келіп таныстық, көрдік, онлайн берді, тапсырыс берді, ақша төлеп. Біз алдыда салып жібердік, болды. Ары қарай келіп, қосып беріп, осы жерде танысып, келсек жігіттер 8 ай болыпты осы реклама бастағандарына, басқа да объем әріптер бәрін жасап жатыр екен. Енді Талғар ойдан шықты ма, қалай? Енді бір көрмедік, қалай тезде тапсырыс бердің деген ғой. Интернеттен ғой, Интернеттен. Жолдас болам жіберді ғой маған. Біздің видеолар көріп жүрдім. Соған сенім пайда болды ма негізі? Көріп жүрдім ғой сосын. Соның бәрін көріп жүрдім. Сосын кешеде ақша болғасын сразу аудардың. Сенім білдірдің. Сенім ақталды ма? Қалай? Ұнады ма? Артықтабы? Әдемекен, күшінеген. Келдік мысалы үйреттігеннің арасында бір 20-25 квадрат печет басып тастадық. Бүгін жұмыстар жинақ қойған екен. Біраз баннер басып тастадық. Бәрін көрді. Енді ары қарай онлайн бірге дамитын боламыз. Сәттілік сендерге, жұмыстарын берекені бере қойсын, берекесін берсін, ары қарай станоктарын көбейтіңдер. Мынаны 2-3 айда ақтаңдар, келесін алыңдар. Сол сәттілік сендерге. Сізге де рахмет.